Бүгін бұрынғы әкім Қойғайша ханымның қолына кісен салынды. Оған ет қоректілерге қарсы қастық ұйымдастырды деген айып тағылып отыр. Ал оның алдындағы әкім болса, бұл іске мүлде қатысы жоғын, қаланы қорғамақ болғанын айтып ақталуда. Оларды қылмысына болып отырғызды дейсіз бе? Жоқ, көз бояу үшін. Кейде жауды анықтау үшін саяси жүріске бармаса да болмайды. Сүйінші хабар. Дәрігерлердің айтуынша бақырауық маймыл уына қарсы қойылған екпе соңғы уақытта оң нәтиже бере бастаған. Әмет. Рахмет. Бала кезде ойлаушым. Аңдар шаһары ойлаған арманыңның бәрі орындалатын татулыққа толы ғажайыптар мекені шығар деп. Сөйтсем, қаланың шын өмірі біз ойлағандай ылғи дегеніңнің бәрі бола бермейді. Қателесу де көп. Қалай болмасын, бізді ортақ мақсат жұмылдырады. Бір-бірімізді түсінуге тырысқан сайын арамыздағы жақындық та беки түседі. In related news, doctors say the night howler antidote is proving effective in rehabilitating the afflicted predators. Thank you. When I was a kid, I thought Zootopia was this perfect place where everyone got along and anyone could be anything. Turns out, real life's a little bit more complicated than a slogan on a bumper sticker. Real life is messy. We all have limitations. We all make mistakes, which means, hey, glass half full, we all have a lot in common. And the more we try to understand one another, the more exceptional each of us will be. Сүйінші хабар. Дәрігерлердің айтуынша бақырауық маймыл уына қарсы қойылған екпе соңғы уақытта оң нәтиже бере бастаған. Әмет. Рахмет. Бала кезде ойлаушым. Аңдар шаһары ойлаған арманыңның бәрі орындалатын татулыққа толы ғажайыптар мекені шығар деп. Сөйтсем, қаланың шын өмірі біз ойлағандай ылғи дегеніңнің бәрі бола бермейді. Қателесу де көп. Қалай болмасын, бізді ортақ мақсат жұмылдырады. Бір-бірімізді түсінуге тырысқан сайын арамыздағы жақындық та беки түседі.